Заводтар салу керек Қазақстанда. Егер біз Қазақстанда мына ең негізгі мәселе, неге біз завод саламыз дейміз, неге ауылды өрлетеміз дейміз. Себебі бұл жұмыссыз мәселесі. Мына сіздерге мен жолдастар ашық айтқым келеді. Қазақстанда қазір официально ресми түрде 400 мыңнан астам жұмыссыз бар дейміз де. Негізгі соның 95% қазақтар жұмыссыз отырған. Түсіндіңіздер ме? Ауылдан халық кетіп жатыр. Жүздеген ауылды шауып жатыр. Неге? Себебі ауылда жұмыс жоқ. Халықта жұмыс жоқ ауылда. Ауылда тек зарплата алатын кім? Жаңағы полицейский, акимат, сосын жаңа мұғалімдер. Сондықтан біз мына завод, фабрикалан өзіміз мына өзбектер қаншама завод, фабрика салып тастады 30 жылдың ішінде. Ал біздер әлі бір ірі завод, фабрика салған жоқпыз жолдастар. Келесі мәселе, мына ұрланған активтер мәселесі, келесі мәселе. Мына программада ұрланған активтерді мемлекет бізден жасырып қойды. Кімнен не алып жатыр, кіммен не қайтарып жатыр. Мемлекет жасырын жасап жатыр. Заң қабылданды, дұрыс, заң қабылданды. Бірақ кімнен алып жатыр? Назарбаевтың артындағы адамдардан активтер қайтарылды ма? Миллиардтаған доллар, әрқайсында 4 миллиардтан доллардан ақша бар. Олар неге қайтарылмайды? Көрдіңіздер ме? Егер біз билікке келмесек, бұларды біз жүзеге асыра алмаймыз, жолдастар. Біз билікке келіп қана бұны жүзеге асырамыз. Егер біз билікке келмесек, жүзеге асыра алмаймыз. Біз 1000 рет декларация қабылдайық, 1000 рет біздер жиналайық, Ақтөбеге жиналайық, Алматыға барып жиналайық, Астанада жиналайық. Егер мемлекеттің басына билікке келмейтін болсақ, біз бұны жүзеге асыра алмаймыз. Бұл осы менің сөзім осы жерде әңгіме болып қалады, жолдастар. Ары қарай ұрланған активтер мәселесі бойынша. Ұрланған активтерді түгел фамилиясына қарамай, Назарбаевтардың түгел семьясынан мына жерге шақырып алу керек те, бір бөлмеге шақырып алып айту керек. Міне, сіз мына жерге бәрін қол қойып қайтарып бересіз. Мемлекеттің қолынан келеді ол. Мемлекеттің мүмкіндігі бар онда. Келесі мәселе, енді мынау монетарлық саясат, енді сіздер жаңа инфляция туралы айтып жатыр ғой. Мына бізде монетарлық саясатты дұрыс жүргізіп жатқан жоқ, жолдастар. Бізде сатқындық монетарлық саясат жүргізіп жатыр Қазақстанда. Жаңағы ақша мәселесі. Сондықтан біз мына жерде мен мына инфляция туралы, инфляцияны қалай түсіру керек, қалай нету керек. Инфляцияны түсірудің ең негізгі мәселесі, біз товарды шығаруымыз керек. Біз товар, көрдіңіз бе? Біз өзімізді шығаруымыз керек. Егер өзіміз шығарсақ қана біз инфляцияны түсіреміз. Сондықтан инфляция мына жерде монетарлық мәселеге байланысты мен мына жерде бәрін жаздым. Жаңағы енді келесі мәселе, міне бір бет әлеуметтік мәселе. Жолдастар, бір бет міне әлеуметтік мәселе. Мына жаңа елім менің программасындағы әлеуметтік мәселе. Ең басты мәселе, жолдастар, ең басты мәселе, біз мына өзіміздің қазақ халқына үйді сатып бермеуіміз керек. Үйді тегін беруіміз керек біз. Жастар үйленді ме? Міне үйің, міне квартираң, міне пәтерің, жұмыс, жастарға жұмыс үй бірден біз беруіміз керек. Жеріміз кең, үй салатын мүмкіндігіміз бар. Біз баяғы қазір үйлерді кімдер салып отыр? Қазір үйлерді жеке компаниялар салып отыр. Жеке компаниялар не үшін салады дейді? Тек қана мына қалтасын байыту үшін салады. Ал біз сондықтан не істеуіміз керек? Біз баяғы СМО-ларды қайттан құруымыз керек. Мемлекет өзі үй салуға араласу керек. Қалалық жерлерде үй салуға араласу арқылы мемлекет мына үйді жастарға, әсіресе көпбалалы аналарға бәріне жаңағы үйді тегін қамтамасыз ету керек. Әлеуметтік мәселенің ішінде міне бәрін жаздым. Тағы бір мәселе әлеуметтік мәселесі. Біз Қазақстан мемлекеті қаншама байлығымыз бар. Бай мемлекетпіз біз. Уран да бәрі бізде бар. Бірақ мұнай бәрі бар. Баласын садикқа барып ақша төле дейміз. Мемлекеттің садигіне біз ақша төлеткіземіз. Сондықтан біз жаңа бұл алдымен болашақта айтамын, мемлекеттік саясат солай болу керек. Ешқандай садикке ақша төленбеу керек. Жоғарғы оқу орнында оқу тегін болу керек. Мына баллон процесінен шығу керек, жолдастар. Баллон процесі бізді неге алып келе жатыр? Бізді жаңағы, извините за такое выражение, туфизмге алып келе жатыр. Себебі баллон процесінде былай деп жазылған. Негізгі мақсат баллон процесінде ақша деп жазылған. Баллон процесінде негізгі мақсат ақша. Көрдіңіздер ме? Сізді біздің Қазақстанда, егер сіз жоғарғы оқу орнында оқып жүрсеңіз, егер сіз ақша төлемесеңіз ғана сізді жұмыстан шығарып жібереді. Ал егер оқудан шығарып жібереді, егер ақша төлесеңіз, оқуда сіз оқып жүре бересіз. Ешкім оқудан шығармайды. Енді келесі ең негізгі мәселе, жолдастар, демографиялық мәселе. Бізде 2,7 миллион квадрат километр жеріміз бар, жолдастар. Бізге кем дегенде 50 миллион халық болу керек бізде, Қазақтың өзі 50 миллионға жетуіміз керек бізде. Біз соны жеткізбей отырмыз 50 миллионға, өзіміз
жаңағы экономикалық жағынан. Енді қараңыз, осы демографиялық мәселені көтеру керек. Егер жастар үйленді ма, жаңа қайта мәселеге қайта келген, жастарға үй пәтер беру керек. Балалы көп балалы аналар ма, көп балалы аналар ма? Міне Ресейде материнский капитал дейді. Материнский капиталды беруіміз керек. Ақшаны аямай беруіміз керек. Ана Станислав Черчесов қой жаңағы футболдан $1 миллион беріп отырмыз. Неге сол ақшаны біз мына өзіміздің баламызға бермейміз? Вот бұл саясаттың бәрін өзгерту үшін не істеуіміз керек біз? Біз биліктің басына келуіміз керек. Қытайда 1,5 миллион қазақ бар. Моңғолияда қазақ бар. Өзбекстанда қазақ бар. Ресейде 300-ден астам қазақ Ресейде жаңа Украинаға барып соғыста өліпті. Солардың бәрін тоқтатуымыз, солардың бәрін біз мемлекетке қайтаруымыз керек. Біз оралмандарға қарсы шықпауымыз керек. Оралмандарды Қазақстанға кіргізуіміз керек. Олар Қазақстанға мына Израиль сияқты. Израиль как они выжили? Израильское государство как они выжили? Қалай осы араб 300 миллион арабтың ортасында отырып, қалай сақтап қалды өздерін? Олар бүткіл дүниежүзінен Израильдарды өздеріне жинап, Израиль кім кірді мемлекетке? Соларға ақша беріп, жер беріп, жаңағы Израиль мемлекетін құрды. Сондықтан біз Қазақстанға бүткіл қазақ халқын жинауымыз керек. Ноғай, Қарашай, сол халықтарды өзімізге туыстас халықтар жинауымыз керек. Біз мына халықты көбейтуіміз керек. Қазақ халқын көбейтуіміз керек. Біз мына Ресейге барып, арнайы біз мемлекеттің басына келсек егер, мемлекеттің бұл солай істейміз. Ресейге барып, детдомдарға барып, қазақтар болса, сол жерде жүрген қазақтың балдары болса, солардың бәрін мына қазақ мемлекетіне қайтаруымыз керек. Біз демографиямызды көтеруіміз керек. Біз халықтың санын қазір көтеруіміз керек. Халықтың саны көп болмаса, от мәселе қайда жатыр, жолдастар? Бұл демографиялық мәселе. Мына жерде демографиялық мәселені мен бір бет қылып жаздым. Бұл жерде бәрін сіздерге айтып жатпайын. Ішінде барлық программалар бар. Тағы бір мәселе, білім беру мәселесі, жолдастар. Білім беруді біз жаңа баллон процесін айттым ғой. Білім беруді біз жаңағы коммерцияға айналдырып жібердік. Бізде қазір мына Шымкенттің өзінде, сіздер кешіріңіздер, Шымкентте тұрғаннан кейін қайта айтып. Мемлекеттік емес жаңағы университеттер бар. Сол университетте сіздерге барларыңызға білім беріп